Қыздар, сіздерге мастер-класс болсын, қолдан жасалған жалюзиді көрсететін боламын. Ата-ана терезеге жалюзи істеп берейін ба? Жалюзи ше, күн түспегенде. Мынандай ше, мына мен істеп берейін да? Я? Осымен істеп берейін. Сіздерге керемет лайфхакты ұсынғым келіп отыр. Қабыл алыңыздар. Үй жағдайында үйдегі болмай қалған қалдық абойларыңыз болса, мусорға тастауға асықпаңыздар. Осындай жалюзи істеп тастасаңыздар болады. Бірінші керек размерде, яғни терезеге өлшеп аласыздар да, артық жерін барлығын қиып алып тастайсыздар. Абойды осылай гармошка қылып бүктеп аласыздар да, сосын дәл ортасына осы отверткамен тесіп жіп өткізесіздер. Жіп өтпей жатса, отвертканың көмегімен өткізіп тастайсыздар. Мінекей, осы деп балалармен әңгіме айтып отырып, 20 минутта осы жалюзиді істеп тастадым. Енді мына ұшындағы жіпке скотчты жабыстырып қоясыздар, сырғып кетпеу үшін. Сосын екінші ұшына аласыздар да бір-біріне скотчтап қоясыздар. Мінекей, ал терезеге жабыстыру үшін скотчты обойға жабыстырып аласыздар. Мен ұзын жеріне осылай жабыстырасыздар да, и терезеге жабыстырып тастасаңыздар болады. Осы лайфхак ұнаса лайк басып, қолдап кетіңіздер, сақтап алып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жан-жақты келін. Өстіп атамның комнатасына барып терезесіне жабыстырып қойдым. Енді менде мына үлкен терезе кішкентай болып қалды, бірақ сол размерге байланысты жасасаңыздар болады. Қалай шыққан бағалап кетіңіздер. Балам айтады, мама, сіздің қолыңыздан келмейтіні жоқ деп мені мақтап жатыр бала шағам.